Күнде күріш жесе не болады? Қытайдың емі күріші арқылы. Керемет сұрақ. Күнде күріш жеудің пайдасы да, зияны да бар. Ал Қытайдың емі күріш арқылы деген түсінік кейбір емдік диеталар мен детокс тәсілдеріне байланысты таралған. Күнде күріш жесе пайдасы. Энергия береді, құрамында күрделі көмірсу көп. Асқазан шекке жеңіл. Аллергия сирек тудырады. Қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. Тұзсыз қара күріш жақсырақ. Глютенсіз жақсы, глютенге сезімтал адамдарға. Зиян жақтары. Тек ақ күріш жесең ағзаға ақуыз, витамин, минерал жетіспейді. Шаш, тырнақ, тері нашарлайды, иммунитет төмендейді. Қантты көтеруі мүмкін. Диабеті барларға қауіпті. Кей ақ күріште мышьяк ізі болуы мүмкін. Шамадан көп жесе зиян. Талшық аз, іш қатуы мүмкін. Баланс керек, тек күріш жей беру толыққанды тамақтану емес. Қытайдың күріш емі деген не? Қытай медицинасында қара күріш, қоңыр күріш ағзаны жылтады, бүйрекке күш береді деп сенеді. Күріш ботқасы, кани. Асқазан ауырып улаған кезде ішкі жүйені тыныштандыру үшін береді. Кей қытайлық детокс диеталарда күніне 1-2 рет күріш, көкөніс, теңіз өнімдерімен бірге асқазанды жеңілдетіп артық тұз бен суды шығаруға арналған. Қалай дұрыс қолдануға болады? Ақ күріш емес, қоңыр, қара, қызыл күріш. Жанында ет, балық, көкөніс, салат болу керек. Аптасына 3-4 рет ең жақсы. Қысқасы, күнде күріш жеу жаман емес, бірақ жалғыз күрішпен тамақтансаң денсаулық бұзылады. Витамин жетіспей. Қорытынды. Күнде күріш жеудің еш қатері жоқ, тіпті ағзаға пайдалы. Бірақ жалғыз күрішпен тамақтану дұрыс емес, витамин, минерал, ақуыз жетіспей, денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан күрішті көкөніс, ет, балықпен бірге. Қоңыр, қара күрішті көбірек мөлшермен жеу ең пайдалы шешім болады.